Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге дәл осындай дәмді женттің жасалу жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қуырылған тарымызды үгітіп аламыз. Немесе дайын тарының талқанымен жасасаңыздар болады. Ал енді печеньемізді үгітіп алатын боламыз. Үгіткен печеньемізді тарының үстінен саламыз. Оның үстінен қантымызды саламыз. Осы заттарымыздың үстінен бөлме температурасында тұрған сары майды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Женттің дәмі тікелей сары майға байланысты, сондықтан майларыңыздың сапасы жақсы болғаны дұрыс. Дайын болған жентті кез келген формаға салып қатырсаңыздар болады. Менікі қарапайым ассортидің коробкасынікі. Салған кезде жақсылап тығыздап салыңыздар. Салып болғаннан кейін жентімізді 20 минут жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Холодильниктен шыққан жентімізді ыдысқа салып, бетіне ерітілген шоколад жағып шығамыз. Мінекей жентімізде дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ас болсын.